21 ғасыр қазақ әдебиетіндегі көркемдік ізденістер. Жазушылар шығармаларындағы магиялық және мистикалық реализм көрінісі тақырыбында сөз қозғайтын болсақ, 21 ғасыр қазақ әдебиетіндегі көркемдік ізденістердің маңызды бір бағыты магиялық реализмге тоқталамыз. Магиялық реализм, магиялық мистикалық элементтері бар реализмнің бір түрі, көркемдік әдіс. Бұл әдеби құбылысқа тән қасиет, құпиялар, жұмбақтар және шытырман оқиғалар жүйесі. Кейде ғылыми әдебиеттерде прозалық жанрдың түрі контекстінде қолданылады. Магиялық, мистикалық реализм жайында қазақ зерттеуші ғалымдары Сейіт Қасқабасов, Гүлзия Пірәлиева, Айгүл Исмақова, Гүлжахан Орда секілді ғалымдар біршама тұшымды пікір айтты. Сейіт Қасқабасов фольклорлық ілімдер жайында еңбегінде шындық пен қиялдың элементтерін пайдалана отырып, белгілі бір тарихи оқиға немесе атақты тұлға, я болмаса топоним жайында баяндайтын әңгімелер, әпсаналар мен хикаялар екенін айтады. Магиялық реализм 20 ғасырдағы өнер мен әдебиетке тән көркем үдеріс. Сюрреализм мен дәстүрлі классицизмге, романтизмге тән стильдердің аралық түрі. Қазақ зерттеушілері Асқар Алтай, Думан Рамазан, Айгүл Кемелбаева, Мадина Омарова сынды жазушылардың шығармаларында магиялық реализмнің элементтері бар екенін атап өтеді. Асқар Алтай шығармаларындағы магиялық реализм ұлттық миф пен қазіргі уақыттың тоғысында көрінеді. Оның прозасында Алтай кеңістігі тек географиялық мекен емес, мифологиялық, сакралды әлем ретінде бейнеленеді. Айгүл Кемелбаева прозасында магиялық реализм ерекше эстетикалық деңгейге көтеріледі. Оның шығармаларында әйел болмысы, жат, түс, мистикалық түйсік маңызды орын алады. Белгілі әдебиеттанушы ғалым Айгүл Исмақова өз туындыларында саналы түрде еуропалық мифтік есімдерді де кіргізіп қояды. Онысы эксперимент болғанымен өте сәтті таңдалған амал. Өйткені дүниежүзілік әдебиетті біле отырып, қазақша стильдік тәсілдерді дүниеге әкелуде деген пікір білдірген болатын. Лера Қоныс шығармаларында да магиялық реализм заманауи қоғам мен адам арасындағы қайшылықтарды ашудың көркемдік тәсілі ретінде көрінеді. Оның мәтіндерінде тұрмыстық шындық пен символикалық бейнелер қатар өмір сүреді. Бұл туралы ғалым Гүлзия Пірәлиева былай дейді. Лераның кейіпкерлерінің бірі қияли, бірі періште, бүгінгінің адамы еместей. Мистикалық реализмнің миды шайқайтыны соншалық, санаң сергек, денең діргек қағады. Лера шығармаларында қорқыныш пен құпиялықты ұтымды пайдалана отырып, қалың оқырманның санасының сергуіне тиімді әсер ете алады. Сонымен қатар, мистикалық шығармалар жазып жүрген қаламгерлер қатарына Мадина Омарованың Қарғыс, Жол үстінде, Жұмбақ, Күзгі бір кеште атты әңгімелерін, Қойшыбек Мүбәрактың Құбы жоқ, Айдың соңғы сәрсенбісі әңгімелер жинағын, Қанат Әбілқайырдың Жылан кегі повесі мен Айдана Қайсарбек Бақытбек Қадырдың әңгімелерін ерекше атауға болады. Мақсат Мәліктің Абыл мен Қабыл шығармасында да мистикалық элементтер байқалады. Осы жазушылар шығармашылығын жинақтай отырып, 21 ғасыр қазақ әдебиетіндегі магиялық және мистикалық реализмді ұлттық әдеби сананың жаңаша көрінісі деп тұжырымдауға болады.